егер сіз жүрегіңізге бір сауал қойсаңыз, сіздің жүрегіңізде Құранның орны қандай? Көп адамдар айтады, мен Құранды сыйлаймын, жақсы көремін дейді. Дұрыс па? Барлығымыз айтатын шығармыз бір ауыздан. Керемет. Онда Құранның орны сонша биік болса, сіздің Құраннан үлесіңіз қанша? Күніге Құранды қанша рет оқисыз? Тыңдайсыз, бетін ашып көресіз. Сол Құранды өміріңізге қолданасыз ба? Бұл сұрақтың барлығын неге қойдым? Үст-үстіне жаудырып. Одағы мақсат мен сіздерден бірме-бір жауап алу емес, бәлки жүрегіңізге ой салу. Ой салу. Біз, бауырлар, Құраннан және Құранның насихатынан ұзап кеткен сияқтымыз. Жүрегінде Құраны жоқ мұсылман адам егесі жоқ үй сияқты. Егесі жоқ үй не болады? Есік терезесі болмайды. Ит құсқа қора болады. Ат қора болады. Басқа еш нәрсе болмайды. Үй деген аты болмаса. Мүмкін Құранның аудармасы үйіңізде бар шығар, өзіңіздің тіліңізде, қалаған тілде, қазақ, орыс тілінде, басқа тілде, өзіңізге жақын. Соны қанша рет оқып шықтыңыз? Неге сұрап жатыр дейсіз бе? Сіз соны әр оқыған сайын бір жаңалық табатыныңызға мен кепілмін. Әр оқып шыққан сайын өзіңізге бір жаңалық табасыз. Тіпті оқып өтіп кетесіз да, келесі жыл оқыған кезінде тағы бір оқып өтіп атқанда өзіңізге таңғаласыз, мені мынау аятты қалай өткізіп жібергенмін мен? Мына бір керемет сөздер ғой. Бұны қалай оқымай өтіп кеттім дейсіз. Расында да, мына сіздің Құраныңыздың әрбір сөйлемі, әрбір қатары құнды. Оның құндылығын білсеңіз ғой. Оны бір оқып шыққанның өзін жұмыс көреміз. Оны ашып ішін оқы десе, деп басымызды изейміз. Бірақ үйге барып оны ашпаймыз. Құранның құрметіне жете алмаймыз кейде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сондай сөз бар. Сол үшін жасы үлкенді сыйлаңдар, және Құран егелерін асырып та жібермей, кемітіп те қоймай, құрметін орнына қойыңдар деген сөзі бар екен. Яғни асыр жібер дегені ол бір төбеңе қойып ал деген сөз емес. Бірақ менсінбей қарапайым қара халыққа да қосып қойма дегені. Құран жаттаған адамды тірі жүрген Құран дейді. Сол үшін бауырлар, сіздің Құраннан қаншалықты үлесіңіз бар екен? Сіздің осы Құранға деген махаббатыңыз, жүрегіңізде сол ұлы кітапқа деген орныңыз қанша екен? Көп адамдар Құранды өлік үшін қолданады, тек қана. Өлікке қолданады. Құран жаттадың ба десе, құл хуалла білем, әлхамдіні білем дейді. Жақсы. Оны қайда қолданасың? Батаға барғанда. Біреу өліп қалады, соған барып мен Құран оқып айтамын. Болды ма? Сен құл хуалланы оқып берші. Оқып береді. Жарайды. Сол құл хуаллада Алла тағала саған не деді? Сол үшін Құранды жүрегіңізге сақтаңыз. Білесіз, Құран тұрған жер әрдайым киелі болады. Құран тұрған жер әрдайым ұлы болады. Құран түскен Рамазан ұлы, Құран түскен Қадір түні ұлы, Құранды алып келген пайғамбар ұлы, Құранды алып келген періште де ұлы. Ең үлкені, егер сол Құран сіздің жүрегіңізде болса, бір аяты болса да, онда сіздің жүрегіңіз сол Құран тұрған жер дозаққа арам болады. Дозаққа арам болады. Құран сіздің шапағатшыңыз. Ертең арғы дүниеде сізге оқыған аяттарыңыз болсат, сіздің көріп атқан азабыңызды жеңілдетеді. Осы нәрсені ұмытпасаңыз екен. Және сөз соңында айтатыным, Құранға амал жасаңыз. Құран есту үшін, жай ғана оқу үшін түскен дүние емес. Құран амал жасау үшін түскен дүние.
амал жасау үшін, әрекет қылу үшін түскен. Сол әрекеттің бірі, ең біріншісі әлбетте намаз, құлшылық. Құлшылық үшін бұл адам дүниеге келді. Онда құлшылықтан көңіліңізді алмаңыз. Ал мынау тіршілікке келетін болсақ, осы тіршіліктің ішінен де сізден Құран шеттеп қалмасын. Құран сіздің қайда болса да жаныңызда жүрсін.